сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Балалар, өткен сабақта біз қандай тақырыптармен таныстық? Өткен сабақтарда Қазақстанның тауларымен таныстық. Жақсы. Қазақстанның қандай таулары бар? Кім айтады маған? Таулар Қазақстанның. Қазақстанның таулар Абактай, Оқжетпес, Тарбағатай, тағы басқа. Алатау. Жақсы. Отырамыз. Балалар, қараңыз. Мына суретте бізде қандай сурет бар? Не бейнеленген? Мына суретте Оқжетпес анасының суреттері бейнеленген. Сен бұл Оқжетпес екенін қайдан білдің? Мен Оқжетпес туралы кітап оқыдым. Осыны Саған кездесті. кездесті. Жақсы, Оқжетпес. Ал Оқжетпес дегені ол біздің Оқжетпес деген тауымыз. Ал сабақтың тақырыбы қалай қалады сонымен? Оқжетпес. Жақсы, керемет бала. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Оқжетпес. Ал балалар, енді біздің сабағымыздың мақсатын, бағалау критерийін анықтаймыз. Сабақтың мақсатын маған кім оқып береді? Оқып береді. Жақсы, екінші мақсатты кім оқиды? Айтамыз. Жинақтай отырып тақырып бойынша постер жасау. Жақсы, келесі. Ал біздің сабағымыздың бағалау критерийі қандай болады? Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну. Түсіну. Жақсы. Келесі. Қандай бағалау критерийі болады? Жақсы, керемет. Келесі мақсатымыз критерийіміз. Жинақтар тақырып бойынша постер жасау. Жақсы, балалар. Сонымен, бүгінгі біздің сабағымыздың тыңдалым болады, иә? Тыңдалым арқылы біз тыңдалым өтпес бұрын жаңа сөздермен танысамыз. Жаңа сөздер арқылы синонимдарын табамыз. Содан кейін сіздермен сөз тіркестерін құрастырамыз. Жақсы ма? Танымал, көрікті, таудың етегінде, төңірегінде. Ал балалар, танымал деген сөзінің синонимі қандай болады? Айта ғой. Танымал, атақты. Жақсы, керемет. Көрікті, Әдемі. көрікті, әдемі қызды. Жақсы. Таудың етегінде, Таудың етегінде, таудың қосында. қасында. Отыра ғой. Төңірегінде, Айналасында. айналасында. Жақсы. Ал енді балалар, танымал деген сөзде сөз тіркесі қалай болады? Танымал, атақты. Танымал адам. Танымал адам, көрікті, әдемі, әдемі күн. Жақсы. Таудың етегінде, Таудың етегінде гүлдер өседі. өте жақсы, керемет. Төңірегінде, қасында. Мектептің қасында. Үйдің қасында. Жақсы. Енді балалар, осы жаңа сөздер арқылы біз өзіміздің тыңдалым мәтініне көшеміз. Тыңдалым мәтініміз біздің мұқият тыңдаймыз. Кейбіреулерге түртіп алу әдісі арқылы жазып аламыз. Содан кейін тапсырмаларды орындаймыз. Жақсы ма? Ал мұқият тыңдаймыз сабақты. Мәтінді. Оқжетпестің табиғаты көрікті. Оқжетпес маңы туристік саяхат жасайды. Оқжетпес тауына барған адамдар жақсы демалады. Оның ауасы өте таза, тамаша. Таудың биіктігі 300 метрдей. Таудың етегінде қарағай қайың өседі. Жылдық жауын-шашын мөлшері 200-300 миллиметрді құрайды. Төңірегінде бұғы, түлкі, шөл құрып мекендейді. Оқжетпес тауының аты аңызға айналған. Сонымен балалар, біз мәтінді сіздермен оқыдық. Мәтін бойынша қандай сөздер бізге кездесті? Сол сөздерді қолданып, тапсырмамызды орындаймыз. Топтық жұмыс
етегінде не өседі? Таудың етегіне қарағай түрі өседі. Жақсы. Үшінші топ. Оқы. Көкжиектес маңдай конструкцияларға жасайды оны. Түрегенінде бұғы түркі дейді. Жақсы, керемет. Ал мына топ. Анеля, мына топ қалай қорғады жұмысын? Сұрақтарға дұрыс жауап берді. Сендер мына топ қалай жауап берді? Бірден сұрақтарға дұрыс сұрақтар қойды. Жақсы. Мына топқа жауап бересіздер, қалай жауап берді? Жақсы жауап берді ме? Жақсы, жақсы, керемет. Ал енді балалар, келесі тапсырмамыз жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс мәтіннен негізгі, екі негізгі және бір қосымша ақпаратты анықтаңыз. Түсінікті ме? Түсінікті. Жұпта отырамыз, жұмыс жасаймыз. Болды. Сендер болды ма? Оқыңдар. Қандай сөздер жазылды? Қандай мәселелеріңіз ақпарат жазылды? Жауыншынан или Жақсы. Қосымша ақпарат сендер не жазылды? Қосымша ақпаратқа. Тауырына барған адамдар жақсы демалады. Жақсы. Сендер не жазыңдар? Оқыңдар. Что вы написали? Оқыңдар. Жылдық жауын-шашын мөлшері 200-300 мм құрайды. Жұптық жұмыс қалай жасалды? Екі негізгі ақпаратты таба білдік пе? Иә. Кім таба білді екі негізгі ақпаратты? Қай жұп? Бірінші топ жақсы таба білді. Қосымша ақпарат бойынша кім жұмысты жасай алды? Қосымша ақпаратты кім таба алды? Мына топ қосымша ақпарат жақсы таба алды деп ойлаймын. Өйткені олар топ жауап берді. Жақсы. Бір-бірімізге шапалақтап қоямыз. Балалар, енді келесі біздің сабағымыздың жұмысы. Пост екінші мақсатқа келді. Екінші мақсат бойынша біз сіздермен постер жасаймыз. Постерде біз оқыған таулар арқылы мына конверттердің ішінде суреттер бар. Бұл суреттерді постерге жазыстырамыз. Постерде ақпаратты оқулық арқылы табамыз. Немесе қосымша телефон арқылы интернеттен табуға болады. Ал бұл жұмысқа сізге 10 минут тапсырамын. 10 минут.
Балалар, biz екінші тапсырманы орындап бітірдік. Әр топ өз дәстүрлеріміз қорғайды. Сондықтан бір-бірімізді мұқият тыңдаймыз, кері байланыс береміз. Жақсы ма? Жақсы. Қайта қойды. Бурабайдың ең танымал әрі Бурабай көлінің сәні. Окшепес, Маны, Кызылмұрты, Сарахан, Тастайыттан Омыр. Таудың етегінде қараған қайдың өткелі. Жылды жаңғылшы мұшыры 200-300 метр құрайды. Таудың биіктігі 300 метрдей. Ашыш аңызға айналған таулары бар. Жақсы, керемет. Ал енді мына топқа Оқжетпес тобына кім персонаж жасады? Оқжетпес тобы қалай қорғады постерді? Бәрекелді түрде жинақтай отырып постерді жақсы жасады. Жақсы, керемет. Отырамыз. Келесі топ Алатау тобын естиміз. Алатау тобы бізге постер жасады. Алатаумен бір тауы бар. Тауы жөнделеп, қайық бір ішті. Сақал тауы және сақал өткен дейді. Обертіге тау. Орташа белдігі үш жезесі метрдей. Ең биік жері Шекетау, Шекет, Ресей, Федеральный, Орталық Азия. Жақсы. Келесі. Ал екінші топ Алатау тобына кері байланыс жасаймыз. Бірінші топ жұмысын жақсы істеді. Мәліметтер дұрыс қолданды ма? Иә. Дұрыс қолданды. Дұрыс қолданды ма мәліметтерді? Иә, жақсы, отырамыз. Келесі топ. Талбағатай тауы Шығыс Қазақстанда облысында орналасқан. Биіктігі 2991 метр. Ең биік шыңы Тастау. Жаңа батыстан шығысына қарай 300 шақырымға созылып жатыр. Жақсы. Тарбағатай тобы постерін қорғап шықты. Тарбағатай тобына Алатау тобы кері байланыс беріңіз. Тарбағатай тобы жақсы қорғады. Жақсы қорғады. Мәліметтерді жинай білді ма? Мәліметтерді жинай білді ма? Суреттерді жақсы орналастырды ма? Иә, жақсы орналастырды. Жақсы, отырамыз. Балалар, бүгінгі біз сіздердің сабақта қандай тақырыптамыз? Оқжетпес туралы мәліметтерді білдік пе? Иә. Бізде сабақ қандай болды сіздерге? Қызық болды ма? Иә. Ал балалар, енді бүгінгі біздің сабағымызды рефлексия жасап отырып, сабақта алған білімдерімізді мынау суретте ілеміз тексерулерді. Өте керемет. Бүгінгі сабағымыз өте жақсы өтті деп ойлаймын. Себебі біздің алған әсерлеріміз өте жоғары ілімді. Бұл нені білдіреді? Сабақты түсінгенімізді біледі.
бойынша, иә? Ал бала, сонымен біздің керемет табиғатымызды не істейміз? Қорғай алуымыз керек. Табиғатты қорғап, қамқор жасау білуіміз керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау